Күнгәйлі болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Бүгін дүйсенбі, Түркістандамыз. Өздеріңіз өткенде байқаған жер, мына жерде қоқысхана болып жатқан. Ізін көріп тұрмыз. Өз жерде де қоқысхана болған. Қазір ізде жоқ, орындықтың да басқаңда. Нұрбол, сендер тікелей мағынада түсінесіңдер ма? Мен сендерде видеода айтқан сияқты едім ғой сендерге. Орындықтың артында қоқыс салатын дана гүлге ма, қоқыс қамарын алған үлкен астауларыңды алып тастаңдар дедім ғой. Мына жақта қазір жүздеген адам күтіп жүрді. Ішіне әйелі кіріп кетеді, шешесі кіріп кетеді, қарындасы кіріп кетеді. Сол мен сияқты адамдар қаяқта отырады? Шаш ал десе бас алатын қандай адамсыңдар? Орындық қайда мына жерде? Орындық қайда отырамыз? Бәрі үстіп аяқта тік жүре ма? Сусын түш бол, мен қоқысты қайда тастаймын? Кішкентай жәшік қалдырыңдар деп едім ғой, сағат сайын тазаланатын болсын дедім. Сол сағат сайын тазалықты қамтамасыз ете алмайтын болғандықтан алып тастадың ба? Түсінбеймін мен сендер. Шаш ал десе бас алатын қандай адамсыңдар? Қойсаңдар сондайларыңды. Ыңғайлық жасаңдар қалалықтарға. Орындық, анау қоқыс салатынды алып тастап, үстінен бұлай шатыр сияқты жасап қойып, көлеңке етіп қояма десем, келсем тақыр болып тұрғым мына жер. Орындықты қайтарыңдар, ана қоқысханасынан бөлек қоқысқа арналған өз кішкентай жәшік болады, 40-40 сияқты, биіктігі 60 сантиметрлік. Сондайлар жиірек қойыңдар. Және базардағыларға ескертіп қойыңдар, бұл сендер үшін емес, бұл жерде өтіп бартқан мынандай келуші, сатып алушылар үшін деп. Орнына қойыңдар, орындықты қоқысхананы, ана кішкентай ғана жәшікті. Үстінен шатыр жасап қойыңдар адамдарға, мына жақта күннің астында шыжып жүрмейтіндей. Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Байланыста болған, тауарға шығамыз.